Hürmetli ustazlar, cemaat, atalar, kökeler, Müslüman bavurlar. Allah Teala barşamızın niyetlerimizde, bugünkü jasap atkan izgi amallarımızda, uğa tileklerimizde, elдің qamı üçün, жердің qamı üçün, asıl dinimizдің qamı üçün, urfaqtың qamı üçün jasap жатқан amallarımızın barşaсын Allah kabul etken bolsun. Ауыр жатқандарымызға шипа бер, қиналғандарымызға жәрдем бер. Мына көктен нұрыңды жаудыр, жерден мол өнім бере көр. Мына қанша жерлер адамдарымыз жауын сұрап тұр Раббым. Баршаларымыздың күнәларымызды кешірген күйде өзіңнің рахметіңді, нұрыңды жаудыра көр. Мына құрбандығымыздың қабыл болуын нәсіп еткен болсын. Амин. Аллаху акбар. Жарық келген жерден қараңғылық кетеді. Сондықтан Алла Тағала айтқандай, жамандыққа жақсылықпен жауап бер деген. Біздің мақсатымыз жақсылықты тарату. Истисқа намазын оқиықшы, Құдайдан жаңбыр тілейікші. Мына Қазақстанымызда, елімізде қаншама мал қырылып жатыр. Қаншама қыздарымыз жезөкше болып жатыр. Қаншама есірткі наркотик шыққан бауырларымыз бар. Аборт болып жатқанымыз бар. Ажырасып кетіп жатқан бар. Қазақстанның статистикасы бойынша, Қазақстан бойынша 3-тен 1, Алматы қаласы 2-дің 1-і ажырасып кетіп жатыр. Бұл үлкен қауіп, ұлттың тамырына балта шабу. Осыған тосқаудың бір-ақ жол бар, ислам. Ислам болды, қоғам түзеледі. Мақсат осы жерде жылап тұрып дұға қылуымыз керек иншалла. Қазақстан қоғамымызда, осы шаңырағымызда жезөкшелік болмасын, наркоман зинақор болмасын, ұрғары болмасын, лесбиянка болмасын, бүткіл жамандық алтау болмасын деп жылап тұрып дұға қылуымыз керек. Олар да біздің бауырымыз, жахил бауырларымыз. Арыс жабылды дедік, бүкіл жамағат сояққа барды. Жетісайда су тасқыны болды, бүкіл жамағат сояққа ағылды. Төле биде су тасқыны болды, бүкіл сояқта. Бірақ біз Алланың жіберген азаптарымен ғана алысып жатырмыз да қазір. Оған дейінгі тірліктер ше. Павлодарда ғана шіркей талап атқан тауықта өліп атқан жануарлар, ана аралдағы қырылып кеткен 500 ірі қара мал, Маңғыстауда аштан өліп атқан, коробка жеп атқан түйелер, Алла қашан бірігет деп жатыр ғой бізді. Жігіттер, лидер болыңыз. Бүкіл төңірегіңіздегі жігіт сіздің аузыңыздың сөзін орындайтындай мықты лидер болыңыз. Ал енді бола алмайсыз ба? Лидер жігіттің қасында қосшы болыңыз. Арланбаңыз. Жасыңыздың үлкендігіне, қызметіңіздің үлкендігіне, дүниеңіздің басқасына қарамаңыз. Мына еліміз мықты ел болу үшін бір жақсы азамат, шын елдің жанашыры шығып жатқан болса, мен өзім сондай жігіттің қасында қосшы болуға дайынмын жігіттер. Өзімізде, құндылық та өзімізде бар, ізгілік те өзімізде бар, үлкенді сыйлау да, құрмет те бәрі өзімізде бар. Сыртқа алаңдаудың, өзгенің қаңсығына қамсаудың ешқандай жөн жоқ бізге. Менің үмметім дүниені ұлықтай бастаған уақытта исламның қадір қасиеті кетеді. Менің үмметім жақсылыққа шақырып жамандықтан тыюды тоқтатқан уақытта Құранның берекеті кетеді. Егер олар өзара дауласа бастаған уақытта олардың дәрежесі төмендеп кетеді. Хадис пайғамбарымыздан келді. Қараңыз. Сол үшін құрметті мұсылмандар, дәрежеміз түспесін. Елдің ынтымағы, діннің өсуі, келешекте ұрпақты тәрбиелеу мақсатта бір жерге жиылатын болсақ, біз сонда өсеміз иншалла.